Сәлем достар, бүгін біз венский вафли жасайтын боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға 100 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне 100 грамм ерітілген сары майды құямыз да тағы да араластырамыз. Одан кейін 150 грамм 20% дүкеннің қаймағын қосамыз да араластырамыз. Келесі кезекте 200 грамм ұнға 2 шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, ыдыстың ішінде араластырып, біртіндеп қосып отырып, бір келкі масса шығарамыз. Дайын болған қамырды жақсылап қызып тұрған вафельницаға салып 5-7 минут ұстап пісіріп аламыз. Барлығы осындай 12 дана венский вафли шықты. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркеле отырыңыздар.